Сәлем достар, біздің арнаға тіркеліңіздер. Ертеде жер ана екі сұлу қыз дүниеге әкелді. Бірінің аты күн, бірінің аты ай деп қойылды. Екеуі бірге өсті, тең сұлу болып бойжетті. Әр қайсысы өз сұлулығына тамсанумен болды. Бірақ сұлулықтары кейде қызғаныш тудырды. Ай анасына барып, біз бірге тұра алмаймыз деді. Сіңлілер бір-бірімен сөзге келіп, ерегісте болды. Сіңлі, неге қарсы тұрасың? Өйткені сен дұрыс емес жолдасың. Мен дұрыс жолдамын. Сен қателесесің. Ашуланған күн айдың бетін жаралап жіберді. Ай қатты қайғыға батты. Көз жасы көл болды. Ұялып, ай алысқа кетіп қалды. Ешкім оны таба алмады. Күн оны қанша іздесе де, сіңлісін таппады. Әр қайсысы өз жолында жүрді. Күн ұйқыға кеткенде, ай шығып, әлемді жарыққа бөлейді. Ай ұйқыға кеткенде күн шығып, күндізгі жарық әлемді оятады. Біз де туған бауырларымызға қамқор болмасақ, кейін арамыз бөлініп кетуі мүмкін. Сау болыңдар балалар, келесі кездескенше.